Asil Style Breakfast каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға қол жетімді ингредиенттерді және де қарапайым балықты қолдана отыра керемет ресторандағыдай қымбат бір тағамға айналдыру жолымен қатар жақындарыңызды таңғалдыратын және де балаларыңыздың да бұл тағамды сүйсіне жейтіндей керемет бір рецептпен бөлісетін боламын. Алғашқы қадамды соусты дайындаудан бастаймыз. Соус үшін қажет бүкіл ингредиенттерді бір-бірімен араластырып, қысқа толқынды пеште ертіп аламыз. Мен қысқа толқынды пеш қолданбағандықтан плитада бүкіл ингредиенттерді араластырғаннан кейін ертіп аламын. Бұл рецепт үшін мен көк серкені қолдандым, яғни судақты. Сіз де өзіңіз қалауыңыз бойынша әртүрлі құрғақ бір балықты қолдансаңыз болады. Майлы балық бұл рецепт үшін жарамайды. Көк серкені мен алдын ала жуып, кептіріп, ыдысқа салып, тұздап, және де сіздердің алдыңызда көк бұрышты сеуіп алдым. Әрі қарай дайындаған соусымызды жақсылап балықтың үстінен құйып шығамыз. Яғни балықтың ешбір жерінде құрғақ жер қалмайтындай. Тағамның дәмімен қатар түрі де ресторандағыдай болу үшін міндетті түрде лимонды жұқа кесіп, балықтың үстіне орналастырыңыз. Алдын ала 180 дәрежеге дейін қыздырылған пеште балықты 20-30 минут пісіреміз. Тадам! Ерекше жеңіл дайындалатын, әрі дәмі де ерекше дәмді болып шығатын балығымыз дайын. Сіздер бұл рецепті міндетті түрде дайындап көрулеріңіз керек. Себебі осыншама азғана ингредиенттермен балықтың дәмін осыншама қатты өзгертуге болатынына көз жеткізулеріңіз қажет. Гарнир ретінде картоптың сүзбесін немесе пеште дайындалған көкөністерді ұсынсаңыз болады. Маған комментарийде қандай гарнирмен бұл балықты дайындап ұсынатыныңыз туралы міндетті түрде жазып кетіңіз. Әр сенбі күні жаңа рецепт менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Кездескенше күн жақсы болғай.